Қосымшалар екі түрге бөлінеді: жұрнақ және жалғау болып. Жұрнақ өз ішінде екіге бөлінеді: бірінші сөз тудырушы жұрнақ және екінші сөз түрлендіруші жұрнақ. Сіздер алдыңғы сабақта өткен болатынсыздар. Бүгін біз жалғау түрлеріне тоқталамыз. Сөздің мағынасын өзгертпей, түбірге жалғанатын қосымшаны жалғау дейміз. Жалғау сөзбен сөзді байланыстырады. Ендеше оқушылар, жалғау түрлеріне тоқталайық. Жалғаудың 4 түрі бар: көптік жалғауы, тәуелдік жалғауы, жіктік жалғауы және септік жалғауы. Әр жалғау түрлеріне тоқталатын боламыз. Бірінші, көптік жалғауы. Көптік жалғауы жалғанған сөзіне көптік мағына береді. Мысалы, қалалар, мекемелер, ғалымдар, өзендер, аттар, шөптер. Тәуелдік жалғауы өзі жалғанған сөзді меншіктеп немесе аталған заттың тәуелді екенін білдіреді. Жекеше түрде: бірінші жақ менің асығым, екінші жақ сенің асығың, сыпайы түрде сіздің асығыңыз, үшінші жақ оның асығы. Көпше түрде: бірінші жақ біздің асықтарымыз, екінші жақ сендердің асықтарың, сыпайы түрде сіздердің асықтарыңыз, үшінші жақ олардың асықтары. Келесі жалғау түрі жіктік жалғауы. Жіктік жалғау адамға қатысты есім сөздерге жалғанады, етістіктерге жалғанып, іс-қимылдың қай шақта өткенін білдіреді. Мысалы, бірінші жақ жекеше түрде мен келемін, екінші жақ сен келесің, сыпайы түрде сіз келесіз, үшінші жақ ол келеді. Келесі жалғаудың түрі септік жалғауы. Қазақ тіл білімінде 7 септік бар. Атау септігі кім, не, ілік септігі кімнің, ненің, барыс септігі кімге, неге, табыс септігі кімді, нені, жатыс септігі кімде, неде, шығыс септігі кімнен, неден, көмектес септігі кіммен, немен деген сұрақтарға жауап береді. 7 септіктің мағынасы: атау септігі іс-әрекеттің иесін білдіреді, ілік септігі заттың кімнің меншігі, неге тәуелді тән екенін білдіреді, барыс септігі іс-әрекет қимылдың бағытын, мекенін, мезгілін білдіреді, табыс септігі іс-қимылдың нысанын білдіреді, затты нұсқайды, жатыс септігі қимыл-әрекеттің жүзеге асырылу орнын, мекенін, мезгілін, кімде екенін білдіреді. Шығыс септігі іс-қимыл әрекеттің шығу тегін, мекені, мезгілін білдіреді. Көмектес септігі іс-қимылдың амалын, жүзеге асырылу тәсілі, бірлескен әрекетін білдіреді екен.